Балалар, біз бүгінгі сабағымызды ерекше етіп бастайық. Кішкене шаршаған шығарсыңдар алдыңғы сабақтан. Сол себепті де кішкене қазір көңілді етіп сабағымызды бастайық. Сабағымызды қалай бастасақ, ары қарай солай өте қызықты болып өтеді деген ойдамын. Ал балалар, мына жерде шарттық шеңбер бар, сәлемдесу. Осында бізде видеодағыдай қандай әр тілде амандасудың түрі бар. Қалай амандасып жатады, қолмен немесе билеп, соны қайталаймыз, жарай ма? Бір-бірлермен, екі адам бір-бірлермен. Бірінші жаңа тақырыпты бастамас бұрын алдыңғы өткен тақырыптарды үй тапсырмасын қайталап алайық. Біз үй тапсырмасын бүгін қандай әдіс қолданамыз? Үй тапсырмасында сиқырлы кітапхана әдісімен қайталап өтетін боламыз. Ал бастаймыз. Мұқият оқимыз, жарай ма? Себебі бізде уақыт беріледі, уақытқа үлгеруіміз керек. Ал бірінші, кім қай ұяшық таңдайды, қай оқушы қол көтереміз, кәнки? Кім бар? Қорқпаймыз, бір кітапшаны таңдаймыз, кітапхананың ішінен қай оқушы қолымыз көтереміз, кім? Өте жақсы, жарайсың, келе ғой. Тамаша. Алдыңғы тағы келесі кім? Келесі қай оқушы, кәнки? Бірінші қатардан. Сұрауын? Бірінші кітапша ал. Атқышқа немесе бұл. Сұйықтар мен газдардағы қысым, өте жақсы. Келе қойған. Сенің қолына бұдан да жақсырақ жауап беруге, жылдамырақ жауап беруге мүмкіндігім бар еді. Ал үшінші қатардан тұра ғой, Асылжан. Бір яшық таңдайды. Екінші. Бір заттың молекулаларының арасындағы кеңістікке екінші заттың атомдары мен молекулаларының өтуі ол қайсы? Б. Б ма? Б ма? Б. Аморфты денелер ма? Әлі диффузия ма? В. Диффузия, қазір көрейік. Өте жақсы, жарайсың, келе ғой. Тамаша, жауап бердің. Ал келесі кім бар? Бірінші топтан кәнки. Алар, белсендірек. Бастаймыз кім? Ақбота тұра ғой. Қай яшық қандайсың? Қысымның өлшем бірлігін атаңдар. Қайсысы қысым? Соңғы өткен тақырыбымыз алты. Заттың үш агрегаттық күйі қалай аталады? Қатты, сұйықтас, қай кітапша? Е. Тамаша. Өте керемет, келе ғой. Жарайсың. Кейін сабақ соңында ұпайсаның барлығын санайтын боламыз. Ал соңғы ұяшыққа қай оқушы? Балалар, кішкене үй тапсырмасын қайталап алдық. Еске түсірдік па біраз ұмытылған формула анықтамаларды? Кішкене белсендірек отырайық балалар.
еркін ұстаймыз өз-өзімізді. Мына жерде бүгін біздің жаңа тақырыбымыз бастамас бұрын ребус берді сендерге. Ребусты шешеміз, соған арай біздің жаңа тақырыбымыздың аты шығады. Ал ойланамыз. Кім бірінші болып жауап берсе? Мен берік жасқа. Содан кейін бірнеше атпен екі жақтан тартқанда жарты шарларды бір-бірінен ажырату мүмкін болмаған. Тарихшының өз тәжірибесін бірнеше күн бойы жасай отырып, түтікшедегі сынаптың деңгейі үнемі өзгеріп отыратынын байқайды. Сондай-ақ түтікшедегі сынап деңгейінің өзгерісі ауа райының өзгерісімен байланысты болған. Сонымен қатар сынаптың деңгейі құрылғының тұрған орнының биіктігіне байланысты болатынын анықтаған. Өйткені биікке көтерілген сайын ауа сейіліп, атмосфералық қысымның шамасы азаяды. Дәл осындай тәжірибе арқылы сұйықтықтың әртүрлі тереңдігінде қысымның да өзгеше болатындығын анықтаған. Қардан қатқан беті саяхатшының салмағын көтере алады. Секірген үшін біз аяғымызды көтеруіміз керек. Яғни бір мезетте бүкіл салмақ біздің бір аяғымызға түседі. Бұл қысымның екі есе өсетіндігін білдіреді. Біз көріп тұрғандай қар беті оған шығамайды. Қауіпсіз серуендеу үшін адамның қысым түсіретін ауданын арттыру керек. Шаңғының табанының ауданы адамның табанымен салыстырғанда 3 есе артық болып келеді. Соның арқасында ол түсірілетін қысымды 3 есе азайтады. Кейде жағдай керісінше қысымды төмендетудің орнына біз оны арттырамыз. Ол үшін біз жанасу бетінің ауданын азайтуымыз керек. Көшкінге тап болған адамдарды іздейтін құтқарушылар жіңішке зондтарды қолданады. Зондтың көлденең қимасының ауданы өте кішкентай, сондықтан ол қарға оңай батады. Балалар, видеода не түсіндік балалар? Турчелі тәжірибесі қандай екен? Турчелі тәжірибесі неге негізделген екен, неге байланысты екен? Атмосфералық қысымға. Ол турчелі не істеген? Ең алғашқы болып қай ғасырда? Көше ғасырда. Нені байқаған? Өте жақсы, жарайсың салтанат. Яғни осыған байланысты атмосфералық қысымның біз айта кететін болсақ, өлшем бірлігі ретінде нені аламыз балалар? 1 миллиметр сынап бағанасын аламыз біріншіден, иә? 1 миллиметр қараймыз. 1 миллиметр сынап бағанасында неше? Ал енді балалар осы жаңа тақырыпқа байланысты біздің тағы бір айта кететін жаңа сөздік терминдеріміз бар. Бұл сендердің байқасаңдар, алдарында тұрған топтарының аты. Атмосфераны енді түсіндік, иә, не екен? Енді сендерде қандай топтар бар? Барометр және қандай? Барометр және манометр. Енді қараймыз. Бұл жерде барометр деген сендерге жаңадан ұғым болуы мүмкін. Барометр деп отырғанымыз балалар атмосфералық қысымды өлшейтін не болып табылады? Құрал болып табылады. Екінші сендердің топтарының аты манометр. Ол да атмосфералық қысымды өлшейді. Бірақ манометрді сендер барометрді көрмесеңдер де манометр үй жағдайында білеміз, иә? Қандай нәрсе манометр дегеніміз? Жоқ, қандай? Балалар, енді үй жағдайында білетін қандай манометр білеміз балалар? Оның бірнеше түрі бар. Үміт айта ғой. Медициналық манометр. Өте жақсы, жарайсың, келе ғой. Ал енді балалар қараңдар, медициналық манометр біз басқаша қарапайым тілде қалай атаймыз? Тонометр деп айтаймыз, иә, үйде. Жалпы бізге сол атпен көбірек таныс екен. Және де тағы да бір бізге қауіпсіз атмосфералық қысымды өлшей алатын құрал бар. Оның жаңа сендерге, ол да сендерге жаңа термин, жаңа ұғым. Оны міндетті түрде дәптерімізге жазып алуымыз керек. Қараймыз. Ол бізде барометр анероид деп аталады. Анероид дегеніміз қазақша баламасын аударған кезде қандай деген мағына береді? Сұйықсыз деген. Өте жақсы. Ал балалар, енді мен бірінші топқа мінекей тақтада шапкамен белгіленеді. Өте жақсы. Ал екінші топтан кім келеді тақтаға? Көшбасшы ретінде кәнекей. Келдік. Ал енді келесі бізде үшінші топқа арналған есеп. Қараймыз балалар. Әр топ өзі дәптерінде орындайды есепті. Үміт айтарыңызшы. Есімге түсірейік. 1 метр квадратта неше сантиметр квадрат бар? Немесе 1 сантиметр квадратта неше метр квадрат бар? Біз құбылжық айналдыруымыз керек. Топқа көмектесеміз. 1 сантиметр. Оның -2 метр квадрат. Жоқ, оның -2 дәрежесі
балалар? 10'dan минус 4 дәрежесі метр квадрат метр. Ал айта ғой, қандай формуламен пайдаландық? Ол ненің формуласы? Қатты денеде қысымның формуласы. Қыбыжымыз дұрыс. Жауабы неше? 0,5 көбейтілген 10-4 дәрежесі. 10-4 дәрежесі. Өте жақсы. Тамаша. Ал балалар, енді бүйтеміз, қараңдар. Бізде Салтанат тоқтай тұр. Салтанат бүгінгі сабақта өте белсенді қатысқаны үшін мен сендерге бірнеше түрлі мынандай купондар дайындап келдім. Купонның неше түрісі бар. Біз Салтанатқа бүгін қандай купон береміз? Лайықты деп санаймыз ба? Үй жұмысын орындамау келесі сабаққа. Келсеміз бе? Үй жұмысын орындамау деген купонды береміз. Түсінік айтпай болсын да? Иә, түсінік айтпайсың. Ал, енді осындай бірнеше жеңілдік бар балалар. Сондықтан да кішкене белсенді болып отырайық, мақұл ма? Барлықтарың қолынан келеді, ондай купонды алуға да, 10 балды алуға да, 9 балды алуға да, сондықтан да барлығымыз жақсылап сабаққа атсалысатын болайық. Ал келесі айғаның есебіне болып жатыр. Енді балалар, бәріміз бері қараймыз. Енді жаңа тақырып түсінікті ме барлығымызға? Жалпы түсінікті болса, біз сабағымызды бекіту мақсатында, қорытындылау мақсатында қазір бақа секіру әдісі бойынша сабағымызды қорытындылайтын боламыз. Ол жерде бірнеше сұрақтар бар. Барлығымыз атсалысып бірдей жауап береміз. Мақұл ма? Әр топ өзі үшін кішкене алға қарай ұмтылу керек. Қысымды өлшейтін құрал. Үшінші топ Салтанат тұра ғой. Барометр. Тамаша, өте жақсы. Келе ғой. Одан кейін барометр анилоид грекше қандай мағына береді? Жаным сұйықсыз. Өте жақсы. Келе ғой, жаным. Тамаша, көресің. Келесі 1 мм сынап бағанда қанша басқанда? Алла? 133,3 паскаль. Өте жақсы. Келе ғой. Тәрекшелік қай ғасырда тәжірибе жасады? 17-ші ғасырда. Өте жақсы. Келе ғой. Тамаша. Келесі атмосфералық қысым тәжірибе көрсеткендей, сынап бағанасын төмен түсірмей ұстап тұра алады ма? Ең алғашқы Салтанат сабақтың басында айтып кеткен болды? Иә, дұрыс, өте жақсы. Тамаша. Атмосфералық қысымның өлшем бірлігі. Асылжан жауап бере ғой. Паскаль. Өте жақсы. Келе ғой. Ал атмосфера сөзі қандай мағына береді? Інжу? Атмосфера шар, иә? Келе ғой, жақсы, тамаша. Өте жақсы, жарайсың. Атмосфера қысымды ауа райына байланысты өзгертетін ең алғаш байқаған кім? Кәмпи, Бекзат? Тарихшелі. Өте жақсы. Келе ғой. Ал балар, бізде ешқандай өзін жеке бағалап өтсін. Одан кейін балар, бізде енді сабақты қорытындыладық. Сабақты қорытындылағаннан кейін бізде міндетті түрде не бар балар? Кері байланыс бар. Кері байланыс бізде қандай түрде? Білім, несі? Заряды. Біздің физика пәнімізге байланысты кері байланыс жасаймыз. Әркім стикерін алып келіп, маған бәрі түсінікті, маған әлі де түсініксіздеу, ештеңе түсінбедім деген жерге әр оқушы өзінің қабылдағанына байланысты стикерлерді алып келіп кері байланыс жасаймыз. Кері байланысымыздың маған бәрі түсінікті деген болды балдар. Сендерге барлығы түсінікті болғанда мен өте қуаныштымын. Параграф 27, номері 4-ші, 5-ші, 6-ші есептерді шығарамыз. Түсінікті ма? Үй тапсырмасы?